Қазақ ертегісі. Тасбақаның айласы. Қу түлкі берік қабыршағы болғандықтан тасбақаға қалай тиісерін білмей оған тізім басып жүреді екен. Содан ол дос-жарандарын Кезқұйрықты, Қасқырды, Таутесерді, Сасық Күзенді шақырып тасбақаны мықтап жазаламақ болыпты. Бір күні аспан кеңістігін шарлай ұшып жүрген Кезқұйрық Асқар таудан асып бара жатқан тасбақаны көріп, екі қанатын құмда құдиып келіп оны шоқыпты. Бұл хабарды естіген түлкі, Қасқыр, Таутесер және Сасық Күзен сол жерге жетеді. Барлығы тасбақаға жабыла кетеді. Өзінің оларға әлі жетпейтінін білген тасбақа күйініп, ата-бабамнан мирасқа қалған құрыш қабыршағым тұрғанда, кім маған жәбір жасай алмақ, деп күліпті. Достар, көп болып кеңессек, бұған төтеп берудің амалы табылып қалар, деп жұбату айтқан түлкі тасбақаға қарап. Мықты болсаң, неге қашып кетпейсің? Дейді әжуалай. Тасбақа: денемді қорғайтын құрыш сауытым тұрғанда, несіне қашамын? Дейді. Сонда түлкі: Таутесер, сен құжартастарды ұңғып тесуші едің ғой. Жедел қимылдатып тасбақаның қабыршағын тез, алғашқы жүлде сенікі болсын, дейді. Таутесердің кереметін білетін тасбақа мұны естіп қатты қорқыпты. Ол шындап іске кірісетін болса, қабыршағымды тесіп өміріме қауіп төндіреді. Тасбақа сонда да мүлде саспаған сыңай танытып: Таутесер, егер маған ұрынар болсаң, мойныңды бұрап жұлып аламын. Құрыш сауытымның кереметін сонда білерсің, деп қарқылдап күледі. Мұны естіген Таутесер именіп, тасбақаның қасына жақындай алмапты. Әккі түлкі: бұл сұмпайы сауытына жиырылып кіріп алды. Енді бәріміз аңдып қарап тұрайық. Ол тыныстауға әйтеуір басын бір шығарады. Сол кезде батыр Қасқыр бас салып, желкесін үссін, деген ақыл айтады. Егер олар осылай табан аудармай аңдитын болса, тұншығып өлмегенмен, аштық пен шөлден өлермін. Ұзақ жиырылып жатсам, аяқ-қолымда ұйып қалар, деген ойдан зәресі зәр түбіне кеткен тасбақа қорқынышын сездірмей: 3 ай су ішпей, 3 жыл нәр татпай шыдаймын. Сарлы күтем десеңдер өз еріктерің. Сауытымның үстіңгі жағында бір тыныс саңлауы, астында ауа алмасатын 4 тесігі бар. Сондықтан 1000 жылда бір рет басымды шығаруға зәр емеспін, әрі тұншықпаймын. Қасқыр, сен немере шөберелеріңе дейін қаққан қазықша қадалып қарада тұр, деп сақ-сақ күледі. Түлкі бір ауық абдырап қалса да, тағы бір амал тауып: бұл сұмырайды шоқпар тастың үстіне қойып, темір балғамен соғып, күл паршасын шығарайық, депті. Бұлар түлкінің осы айтқаны бойынша темір балғамен шындап соқса, қабыршағым сынып, мылжам-мылжам шығатын болды, деп ойлаған тасбақа: сендер барып тұрған есуас екенсіңдер. Ата-бабам сыйлаған сауытым тас пен балғадан берік, өздерің мерт болмасаңдар екен, деп кеңкілдейді. Бұны естіп тағаты таусылған Қасқыр безектеп: мылжыңдасып тұрудың қажеті жоқ. Енді мұны таудың құзар басынан домалатайық. Сонда бұл сауыты шағылмай қалған күнде де миы шайқалып құриды, депті. Тасбақа қатты сасса да қарқылдай күліп: Тәңір тауының ұшар басынан қарқығанда мыңқ етпеген едім. Мені енді жатаған төбешіктерден құлатып, жаманнан қатты мұқатарсың, деп мысқылдайды. Ашуға бұлыққан түлкі: лағынет атқыр сұмырай, жүрек жұтқан неме болсаң да бұл жол айнарсың. Келіңдер, төбе қылып отын үйіп, оған май шашып, отты маздата жағып, мынаны отқа күйдіріп өлтірейік. Сөйтіп, тайталасқан тасбақа етіне сылқия бір тояйық, деп ызаға бұлғыпты. Қаумалай қоршап тұрғандар мұны бірауыздан құптап мәре-сәре болғанын көргенде тасбақадан суық тер бұрқ ете түседі. Бірақ ол сонда да сыр білдірмей: бәрекелді, неткен сауатсыз жан едіңдер. Тасбақа жуынғанда сумен емес, отпен жуынады дегенді естімеп пе едіңдер? Маздап тұрған отқа түсіп жуыну қандай рахат, шіркін, дейді. От алып қопаға түскен түлкі: өлім қапқыр, оттан қорықпасаң судан қорқарсың. Кезқұйрық мұны іліп алды, шарықтай көтеріліп,
толқын атып тулап жатқан өзенге апарып таста. Мұның мықтылығын сонан соң көрейік, деп ақырыпты. Сұмдығы елден асқан әккі түлкі. Ақылыңның жеткен жері осы ме еді? Маған керегі осы емес пе? Деп іштей шаттанған Тасбақа шошып үрей ұшқан жандай қалш-қалш етіп көз жасын төгіп. Ақатайлар-ай, осындай өлімге құятындай мен не жазып едім сіздерге? Егер мені суға тастасаңыздар, ауыр қабір жағым су түбіне шым батырып әкетіп, аузы-мұрнымнан су кіріп, тұншығып өлемін ғой, бір қасық қанымды құя көріңдер, деп еңіреп қоя береді. Ақыры жанды жеріңді таптық-ау, қарқылдай бермей, неге мүлтеңдей қалдың сұмырай? Біліп қой, бүгін саған кешірім жасасақ, ертең бізді әлекке саласың, депті түлкі масаттанып. Кес құйрық түлкінің бұйрығымен тап бергенде, Тасбақа жылан тіпті деудете түседі. Түлкі бұған ішек сілесі қатқанша күліп, жерде домаланып қалыпты. Тасбақаны шеңгеліне алған кес құйрық шарықтай көтеріліп, ұшқан бойы өзенге келіпті. Сөйтіп оны өзеннің ағысы ең қатты жеріне әкеп тастай салады. Тасбақаның өзенге жеткені, үйіне жеткені. Құт түлкіден айласын асырған Тасбақа басын судан шығарып, кес құйрық ағай, үйме әкеліп тастағаныңызға мың мәрте рахмет. Айлалы түлкі мырза, ендігәрі сұңғылалығыңды көрсетіп, мақтанбауға кеңес беремін, депті.